Таңертеңгі 10-11-лерге таман біз көшеге шығатын болдық та, мен есік алдында баламмен тұрдым. Сол уақытта дәл сәкінің жанынан бір түтін шықты. Оған дейін сарайға кіріп шығып жүрген кезде бір иіс байқадым, бірақ ойладым, мүмкін көршілер бір нәрсе жағып жатырған шығар деп, себебі олар баня жағады, бір кей кездері пластиктарды өртейді, мүмкін соның иісі шығар деп. Кейін жаңа қарап тұрсам, ана түтін дәл үйдің жанынан шығып жатыр да, сәкінің жанынан. Сосын сәкінің жанына барып қарасам, дәл екі баклажканың ортасында прям өрт пайда болып, өртенейін деп жатыр. Хорошо, что біз байқадық, үйде ешкім жоқ. Күйеуім екеуміз шаруаларымызбен шығып келеміз деп, шығып бара жатырғанда байқап үлгердім. Егер байқамағанда, мына өрт біздің үйді түгелдей жайпайтын еді. Алланың өзі сақтаған. Ішінде суы бар баклажканың, екі баклажканың ортасынан өрт шығады дегенді ойлау, ол мүмкін емес та негізі. Күннің сондай қатты ыстық болып, ол күн радиациясының шағылысуы, суы бар баклажкаға бұл деген, бұл негізі физика заңы ғой, бірақ мынандай болып біздің үйімізде болады деп тіпті ойға келмеген екен. Сондықтан абай болыңыздар. Сізде қалай өртеніп жатыр да, ё-моё. Иә, жан. Құдай сақтап қайта көріп тұрсыз да жанында, мына жер бүйтіп жаным андақ бір-біріне кетсе лапылдап